Давай мен угадать етіп көрейін. Сен таңертең ұйқыдан тұрасың, пробкалатып өзінің оқуына немесе қызық емес жұмысына барасың. А потом о жұмыстан шаршап келесінде тамағын ішіп алып телефонда немесе телевизорда жатасың. Одан қала берсе тағы да кешкі тамағын ішесің де потом опять бірдеңке көріп жатасың да ұйықтауға кірісесің. Осылайша міне сенің өмірің өтуде. И при этом сен кішкене болсын көңіл күйіңді көтеру мақсатында телефонды алып алып инстаграмға кірсең, а ол жақта сенікін білмеймін енді. Ну конкретно менікі мысалы ол жақта әдемі қыздар, качок жігіттер, спортивный машиналар, үйлер. И осыларға қарасам менің мысалы көңіл күйім түсіп кетеді одан әрі. То барлығы бір жаққа дамып жатқан сияқты, барлығы өсіп бара жатқан сияқты, сен ғана бір орында тоқтап тұрған су сияқтысың. Бірақ досым, мен саған бір нәрсені айтайын. Сен мынаны түсініп ал. Бұл, инстаграмнан көретін нәрселерін, бұл тек қана олардың өміріндегі күнделікті сүріп жатқан тек қана қызықты сәттері ғана. Бұл олардың бүгінгі күнде жасаған ең қызықты дейтін сәті ғана, іс-әрекеті ғана. Бұлар 24/7 бұндай өмір сүріп жатқан жоқ. И жаңағы қалайша өмірімізді қызықты қыламыз деген сұраққа қайтып оралсақ, бір нәрсені түсіну керек. Қызықты өмір деген вообще не өзі? Қызықты өмір деген ол қызықты күндердің жиынтығы. Ал күн қызықты болу үшін оның іші қызықты бір сәттерге толы болу керек. Ал ол үшін сен күнделікті өзіңді шын мәнінде қызықтыратын нәрселерді істеп тұруға жетсін. Қазір алда просто өзін елестетіп көрші. Менің ертеңгі күнім керемет тамаша қызықты болар еді, егер де мен мынаны істесем деп. Өтірік нәрселерін ойлаудың қажеті жоқ. Типа, ертең мен отпуск алам, яхта жалдайым, достарым шақырам, әдемі қыздармен билеймін деген сияқты. Бұның өтірік екенін сен де мен де прекрасно біліп тұрмыз. Реалистичный нәрсе болу керек, досым, реалистичный. Например, ертең мен тренажерный залға жазылам. Ертең мен ағылшын курсына жазылам. Ертең мен наконец-то бачата билеп үйренем. Мен ертең фетучини Альфредо жасап үйренем, пысырып. Или ертең мен далада 30 минут серуендеп қайтам, и может быть, кездестіріп жатсам, әдемі қызбен танысып қайтам. Осындай болу керек. Ойын ойнау, фильм немесе сериал көру саған шын мәнде ләззат ал келмейді. Шын мәндегі ләззат адам тек қана өскен кезде алады. Яғни көтенін жыртып отырып тренировка ұрғанда, немесе мына миды қинап отырып, жаңадан бір нәрсе үйренген кезде ғана мәз болады. Потому что мида жаңадан нейронный сеттер қалыптасады. Яғни өзін бір орында тұрмай, постоянно бір жаққа дамып бара жатқанды білу ерекше бір сезім сыйлайды. Сол үшін де күнделікті өзіне жаңадан жаңа болып саналатын нәрселерді жасап тұру керек. Күнделікті жаңадан нәрселерді жасап көру керек. Ең бастысы аз-аздан жасау керек қой. Аз-аздан. Не так, чтоб бір күнге өзіне көп нәрсе алып емес. Көп нәрсе алып алатын болсаң, оларды үлгермей опять выгорание келетін болады. Осылайша міне досым, қызықты бір күндерден қызықты өмір қалыптасады.